Ассалаумағалейкум жігіттер, Қуанхан каналына қош келдіңдер. Сендермен кездескеніме өте қуаныштымын. Лайк басып, комментарий жазып отыратын жігіттерді мен уже біліп қалдым, танып қалдым. Жігіттер, сендерге ерекше алғысым бар. Бізді қолдап, бізді көріп, біздің видеоларды таратып жүрген жігіттерге, қолдау білдіріп жүрген жігіттерге, пайда алып жүрген жігіттерге тағы да бір пайдалы видеомен бөліскім келіп тұр. Бұл бір жігіттердің сұрағынан туған видео. Қызды қалай таңдау керек дейді. И уже үйленем, уже осознанно осы шешімге келген жігіттер бар. Олар уже қызбен не туралы сөйлесем, не деп айтам, ана қыз қалай шақырам, не деп айтам деп емес. Уже қандай қызды таңдаймын, қалай таңдаймын, ертең менің балаларымның анасы қандай болады, ертең менің ата-анамның келіні қандай болады деп уже сондай сұрақ қоятын жігіттер бар. Осындай жігіттерге бүгінгі видео арналады. Сол үшін бұны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бұл вопросты үшке бөліп қарасақ болады жігіттер. Бірінші, ақылды қыздар болады. Фитрат жоғары, болмысы жоғары, ақылды, талабы күшті қыздар болады. Екінші, орташа қыздар болады. Үшінші, тәлпіш қыздар болады. Енді тәлпіш деп жалпақ тілмен айтқанда ғой, енді төмен қыздар деп айтайықшы. Бұл үш қыздың қандай болуы және бұл үш қыздың саған қарым-қатынасы сенің қандай болуыңа байланысты жігіттер. Сен қандай болсаң, осы үш қыздың біреуі саған жолығады. Постоянно сенімен контактте болады. Сен өзің тәлпіш болсаң, сен өзің төмен болсаң, сен өзің майда нәрсемен жүрген жігіт болсаң, майда сұрақпен жүрген жігіт болсаң, конечно, саған үлкен жоғарыдағы қыздар қарамайды, орташа қыздар да қарамайды. Саған сол тәлпіштер қарайтын болады. Сондай қыздармен қарым-қатынасың көп болады. Сосын не болады? Арың-жырың болады. Телефонын алмай қойды, кетті, келді, анау бывший бар екен, анау біреу араласты, бүйтті, сөйтті деген Санта-Барбара осы тәлпіштердің арасында көп болады. Сол үшін бұл тәлпіштіктен шығу үшін не істеу керек? Өсу керек жігіттер. Екінші, орташа қыздар бар. Бұл уже тәлпіштіктен шыққан, уже шаршаған немесе орта тәрбие көрген, былайша айтқанда сәл-пәл өтері көзі ашық, өмірге деген талпынысы бар орта рядтағы қыздар. Бұлар енді жаман деп те, жақсы деп те айтуға болмайды. Бұл орта типтегі өзіміз сияқты қарапайым қыздар. Яғни жақсы өмірге талпынып жүрген қыздар дейікші. Бұл қыздар енді былай да кетіп қалуы мүмкін, былай да шығып кетуі мүмкін. Жүрген ортасына байланысты, алып жатқан біліміне байланысты, көрген білгеніне байланысты, тәрбиесіне байланысты. Сол үшін сен енді көбіміз осы ортадағы жүрген жігіт болғаннан кейін ортадағы қыздармен көбінде байланысуға тырысамыз. Бірақ жігіттер, жақсырағы, дұрысырағы, абзалырағы не? Жоғарыдағы қыздармен тырысу. Ақылы, болмысы, табиғаты, болмысы жоғары қыздарға талпынған сайын сенің планкаң өсе береді. Сенің талабың өсе береді. Сен өсесің деген сөз ғой былайша айтқанда. Ортадағы қызбен өспейсің деген сөз емес қой, бірақ сонда да бұл ортадағы қыздардың енді талабы қандай болуы мүмкін? Ары кетсе сол үйіміз болса болды ғой, енді бәрі дұрыс болса сол жақсы. Ары кетсе бір коттеджде тұрсақ болады, 2-3 машинамыз болса болады. Ол жаман емес. Бірақ аппетитің үлкен жігіт болатын болсаң, сен аппетиті үлкен қызға таңдау көресің. Аппетиті үлкен қыздар ол не? Ақылды, фитраты жоғары қыздар. Ол сенен талап етіп, ананы әпер, маған мынаны әпер деп сұрай беретін қыздар емес. Оның өскен ортасы сондай, оның болмысы сондай. 10 миллион теңгеге өмір сүріп жүрген қызды әкеп 1 миллион теңгелік өмірге сен сала алмайсың ол қызды. Ол көнбейді ол жерде. Қысылып кетеді, жаны ауырып кетеді. Ол шыдайды, көніп береді, бірақ ауырып қалады ол қыздар. Сол үшін 10 миллион теңгелік қызға талпынып, соны алам, соған жетем, сол қызды алам деп талпынған сайын сенің аппетитің өседі, сенің талғамың өседі, болмысың өседі, сөйтіп не істейсің? Сен өсесің өмірде. Сөйтіп барып сен сол қыздарды қаратып алуға шансың, мүмкіндігің болады. Ал егер төмендегі тәлпіштермен араласып жүре беретін болсаң, немесе өзіңнен төмен қызбен араласатын болсаң, онда өсуің екіталай. Өйткені ол қыз да сені өсірмейді, сен де өсуіңе желание болмайды, сонымен сен қатардағы рядовой адам болып қала бересің. Сол үшін бұл видео тек қана өсем, талпынам, мен жақсы қызды алам, жақсыға жетем деген жігіттерге ғана арналады. Басқаларға қызық емес бұл. Қойшы, не айтып кеттің, қандай талпыну, анау мынау деген әңгіме болып кетеді. Сол үшін қызды қаратамын, қыздың артынан жүгіремін деп емес, қыз қарайтындай жігіт болыңдар дейді. Қыз өзі қарап тұратындай жігіт болыңдар. Қыз өзі жүгіріп тұратындай, қыз өзі көңілін беріп тұратындай жігіт болыңдар дейді. Сол үшін ондай жігіт болу бар. Екінші, қыздың артынан жүгіретін, қызды қайтсем де қаратып аламын, көңілін алып аламын, бүйтіп аламын дейтін жігіттер бар. Қайсысы болғың келеді? Қайсысы саған ұнайды? Қыздың артынан жүгірген ешқандай жігітке ұнайды деп ойламаймын. Ал бірақ қыз саған жүгірсе ше, қыз сенің артынан жүгіріп унижать етеді деген сөз емес, көңілін беріп тұрады саған, көңілін қарап тұрады. Сен а десең ол жүгіріп шығады, сен кел десең ол келеді. Сондай қыз ал. Сенің артынан жүгіріп, жылап, жабысып, өлем, күйем дейтін қыз емес, ол тәлпіштің әңгімесі. Біз айтып жатқан дұрыс қыздар, ол саған елеңдеп тұратын қыздар, саған көңілін беріп тұратын қыздар, сенің айтқаныңнан шықпайтын қыздар. Ол робот қыздар емес, ол жаман қыздар емес, ол дұрыс қыздар. Қыздың табиғаты сондай болу керек. Ол сені қолдап тұру керек, ол саған риза болып тұру керек, ол саған демеу беріп тұру керек. Енді осындай қызды таңдап алу, осындай қызды ұтып алу, осындай қызбен болу, ол тек қана саған байланысты. Ол үшін сенің жақсылығың толып тұру керек, ол үшін сенің мінезің дұрыс болу керек, ол үшін сен ол қызды таңдай алу керексің, ол қызға сен лайықты болу керексің, және ол қызбен сен дұрыс қарым-қатынас құра алу керексің. Яғни ол қыздың табиғатын, болмысын түсіне алу керексің, психологиясында өйдеші, қазіргіден айтқанда. Сол үшін осының бәрін дұрыс түсініп, осының бәрін игеріп алам, біліп алам дейтін жігіттерге бізде онлайнда формат бар, офлайнда формат бар. Ол енді
төмендегі телефон номерге хабарласып курс жайында, жалпы жеке жұмыс жайында біле алады. Ал енді өздеріңе қатысты қазір мына видеода не алып кетемін дейтін болсаңдар, жігіттер, бірінші очередь осы үш қызды ажырата біліңдер. Бірінші очередь тәлпіш қыздарды біліп қалдыңдар. Олар тәлпіштерге тек қана не самса барбара керек, оларға тек қана эмоция керек, олар тек қана сол ананы маған бер, әкел, бүйт, сөйт, осы оның әңгімесі болды. Ол 3-4 жігітпен параллельно сөйлесе береді. Ол мына жігіттен шығып ана жігітпен сөйлесе береді. Оның өмірі сондай, оның болмысы сондай. Оны сен жаман қыз екенсің деп айта алмайсың. Ол сол үшін жаралған болды. Орташа қыздар бар, ол қыздар не былай шығып кетеді, жүрген ортасына байланысты, жүрген жеріне байланысты. Бірақ ол жақсы да емес, жаман да емес, ол ортада жүрген қыздар. Ол жақсы қыздар деп ойлайықшы. Осы сондай қыздармен өсуге де болады, өнуге де болады. Бұл қыздардың ақылы ешқандай енді толысып жатқан қыздар ғой. Өмірден бір көрері, білері бар қыздар. Енді жоғары жақтағы қыздар деген ол байдың қыздар деген сөз емес, жігіттер. Міндетті түрде бай болу керек, міндетті түрде біреудің текті адамның қызы болу керек деген сөз емес. Бұл жерде ең басты мәселе оның ақылы. Ақылы болды. Мына екі төмен, жоғары орташа қыздардан бұл немен озып кетеді дейтін болсаң, бұл ақылымен озады жігіттер. Осы ақылымен ол сенен де озып кете алады. Сен айтып отқан әңгімең оған қызық емес, өтпей қалуы да мүмкін. Сол кезде ұят болып қалады. Сол үшін ол қыздарды бірден біліп қоясың. Сен ол қыздарға жақындағанда, сөйлескенде біліп қоясың. Оның киіміне, жүріс-тұрысына қарап біліп қоясың. Бұл қыз менен ақылды. Бұл қыздың талабы менен жоғары. Бұл қызға менің шамам жетпей қалады деп өзің бүйтіп қорқып тұрасың ғой, сол қызға бару керек керісінше. Сол қызбен сөйлесу керек. Өйткені сол кезде сен өсесің. Сол кезде сен өнесің, жетіп аласың. Сол үшін жігіттер, бұл видеоны алатын нәрсе осы үш типпен қыздарды қазір қарауға болады. Осы жерде қатып қалмаңдар. Бұдан басқа жоқ екен ғой. Сонда андай қыз болады, мұндай қыз болады деп әртүрлі блогерден, российский блогерлерден тыңдап алып, қыздардың түрі көп қой деп үйтіп шатаспаңдар жігіттер. Осы үшеуі бізге жетеді қазір. Толық анықтап алуға. Енді бұны толық түсінем деген жігіттер әрине жаңағыдай жабық сабақтарға келуге болады. Қыз таңдай алмай жүрген, қалай таңдаймын, не болам деп жүрген жігіттерге осы видеоны жүріп қойсаңдар болады. Енді бұл жерде толық ашып жібердім деп айта алмаймын, бірақ түсінікті деп ойлаймын. Осы үш типпен-ақ сендер қыздарды анықтай аласыңдар. Ол қыздардың саған қарауы саған байланысты. Тәлпіштер қараса сен тәлпішсің, орташа қыздар қараса сен ортада жүрсің деген сөз. Жоғары жақтағы үлкен ақылды қыздар қарап жатса, значит сен жоғары рангтағы жігітсің деген сөз. Сол үшін ол саған байланысты жігіттер. Қандай қыздар қарайтыны саған байланысты. Видеоны осымен аяқтайын. Пайдалы болса лайк бас, комментарий жаз, қолдау көрсет, досыңа жіберіп қой.